оқушылар барлығымыз жақсы шығар екен күзи тапсырмасын. Енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сабақтың тақырыбын толық ашу үшін мен сіздерге қазір 3 топқа 3 сөз жинақ ұсынамын. 3 топқа 3 сөз жинақ ұсынамын. Осыны тезірек орындап тастап, өйткені бұл сұрақтар өте оңай. Сендер өткенсіңдер алдыңғы тақырыптарда. Тез орындап тастаймыз. Ұйымшылдықпен. Сұрағы несі? Өте оңай сұрақтар. Болды қоя. Сендерде қандай сөз шықты? Ортасында? Сендерде қандай сөз шықты? Реакция. Сонымен бізде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ядролық реакция және де радиоактивті ыдырау заңы тақырыбы. Дәптерімізді ашамыз, жазамыз тақырыпты. Жаздық қоя. Ядролық реакция, радиоактивті ыдырау заңы. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты ядролық реакция теңдеуін шешуге зарядтық және де массалық сандардың сақталу заңын қолдану. Біздің екінші мақсатымыз радиоактивті ыдыраудың ықтималдық сипатын түсіндіру. Және де үшінші мақсатымыз радиоактивті ыдырау заңын есеп шығаруда қолдану. Ал енді ядролық реакция дегеніміз ол резервон азотты альфа бөлшектермен атқылау нәтижесінде протондар алғанын біз алдыңғы сабақта өткенбіз. Осыны біз ядролық реакция деп атаймыз. Ал енді ядролық реакция дегеніміз атом ядроларының басқа элементар бөлшектермен бір-бірімен әрекеттескен кезде өзгермеуін біз ядролық реакциялар деп атаймыз. Дәптерге жазып отырамыз. Ал екінші радиоактивтілік дегеніміз алдыңғы тақырыптардан да осыны өткен болатынбыз. Радиоактивтілік бұл кейбір ядролардың өздігінен түрленуін айтамыз. Оны бізде 1896 жылы француз физигі Беккерель ашқан болатын. Радиоактивті сәулелердің сыртқы өріс арқылы өткізгенде оның үш түрлі сәулеге бөлшекке жіктелетінін білеміз. Олар қандай бөлшектер екен? Альфа бөлшегі, бета, гамма және де гамма сәулелері болып үш түрге жіктеледі. Енді жаңа айтып кеткендей біз зарядтық сандардың сақталушы заңы және де массалық сандардың сақталушы заңы. Осы екі заңды біз ядролық реакция кезінде міндетті түрде сақтауымыз қажет. Бірінші заң бұл жерде зарядтық санның сақталу заңы. Бұл жерде ыдырайтын ядролық зарядтың саны ыдырауда пайда болған бөлшектердің зарядтық санына қосындысына тең болу керек. Яғни бастапқы зарядтық сан мен пайда болған зарядтық сандардың саны бір-біріне тең болу керек. Константаға тең болу керек. Жазып отырамыз формулалар. Екінші бізде ыдырайтын ядроның массалық саны ыдырауда пайда болған бөлшектердің массалық санының қосындысына тең болады. Бұны біз массалық санның сақталу заңы деп атаймыз. Яғни А деп отырмыз, бұл массалық сан. Жазып отырамыз. Келесі жаңа айтып кеткендей, альфа ыдырау, бета ыдырау және де гамма ыдырауды жеке-жеке қарастырамыз. Альфа ыдырау деп ол берілген ядроның өз еркімен альфа бөлшекке, бізде альфа бөлшегіміз және де ядро қалдығына бөліну керек. Бұл кезде бізде альфа ыдырау кезінде ыдырайтын ядролардың заряд саны, яғни Z, және де массалық саны, заряд саны 2-ге, массалық саны 4-ге кеміп отырады. Түсіндік қой? Біз
бізде осы альфа сәулелердің қасиетіне тоқталатын болсақ, өтімділігі төмен, қалың қағазда жұтылады, иондаушы қабілеті жоғары және де энергиясын тез жоғалтады. Түсінікті ғой, балалар? Ал міне осы альфа ыдырау реакциясына мысал келтірілген. Бастапқыда бізге торий элемент берілген. Ол альфа ыдырауға ұшыраған кезде бізде альфа бөлшек яғни гелий шығады және де ядро қалдығы водород шығады. Мына заряды мен массалық сандарына қарайтын болсақ, бастапқы массасы мен заряд саны және де пайда болған массасы мен заряд саны бір-біріне тең екенін көріп тұрмыз ғой барлығымыз. Иә? Келесі бета ыдырау. Бізде жалпы бета ыдыраудың екі түрі бар ыдыраудың. Біріншісі электрондық бета ыдырау және де позитрондық бета ыдырау. Электрондық бета ыдырау кезінде ядро өз бетінше зарядын бір бірлікке арттырып отырады. Яғни бір бірлікке арттырып отырып өздігінен электронды ұшырып шығарады. Көріп отырғандай, бастапқы элемент формуласы жалпы. Бастапқы элемент, одан кейін плюс 1 дегеніміз жаңа айтып кеткендей бір бірлікке арттырып отырған кезде бізде пайда болады. Ал позитрондық бета ыдырау кезінде ядро өз бетінше зарядын бір бірлікке кеміте отырып, өзінен позитронды ұшырып шығарады. Яғни плюс 1. Жазамыз. Позитрон плюс 1-ге, электронды минус 1-ге тең болады. Электронды бета ыдырау деп формуласын жазып қойыңыздар. Позитронды бета ыдырау деп формуласын жазып қойыңыз. Бізге бастапқы уран берілген. Ол бета ыдырауға ұшырайды, яғни бір санатқа келмейді. Сонда бізде нептунин элемент беріледі. Қарап отырсаңдар, екі жағындағы массалық саны мен заряд саны бір-біріне тең. Бізде гамма ыдырау толқын ұзындығы өте қысқа болып келеді, және де заряды жоқ. Өтімділік қабілеті жоғары, ауадағы еркін жүру жолының көбіне шешемейді. Яғни бізде гамма сәулеміз заряды жоқ болғандықтан, ол ыдырау кезінде өзі пайда болады. Яғни мысал келтіретін болсақ, мына жерде бұлыңғы жоқ көрініп қалыпты. Бастапқы бізде берілген формуласы. Ыдыраған кезде өзі бұл гамма сәуле бұл электромагниттік сәуле. Тыныштық массасы 0-ге тең. Нөлге тең болады. Ал заряды болмайды. Бізде радиоактивті ыдырау заңын осы екі формула бойынша анықтаймыз. N деп отырғанымыз ыдырамаған ядролар саны. Ал M деп отырғанымыз ыдырамаған ядролар массасы. Түсіндік қой? N деп отырғанымыз не екен сонда? Саны. Ал M дегеніміз N0 және де M0 дегеніміз алғашқы ядролардың саны N0, M0 дегеніміз алғашқы ядролардың массасы. Ал Т үлкен Т және де кіші Т не екенін өздерің білесіздер, не екен? Уақыт период. Ал бұл жерде минус Т бөлінген кіші Т деп отырғанымыз бұл жартылай ыдырау периоды деп аталған. Ал дельта N дегеніміз бұл ыдыраған ядролардың саны. Мынау ыдырамаған ядролар саны, ал дельта N дегеніміз ыдыраған ядролардың саны. Ол дегеніміз бастапқы ядролар саны мен ыдырамаған ядролар санының азайтындысына тең. Түсінікті ғой? Реактивті изотоптардың әрқайсысы өзіне ғана тән ерекше тәсілмен ыдырайды. Жеке ядролардың ыдырауы кездейсоқ әрі болжай алмайсың. Дегенмен ядролардың саны көп болғанда, белгілі бір уақыт өткеннен кейін изотоп ядроларының санының жартысы ыдырайтынын байқаймыз. Бұл уақыт жартылай ыдырау периоды деп аталады. Жартылай ыдырау периоды тез ыдырайтын изотоптар үшін секундтың миллионнан бір үлесіндей уақыт болса, ал тұрақты изотоптар үшін мыңдаған миллион жыл. Бірінші топқа литий,
яғни иә керісінше плюс сұрақ берген ғой сол жердегі элементті табуым керек. Сені кім Батырхан? Батырхан сен шықты иә? N азот берілген. Оның массалық сандары 14, 7. Мына бізде параграф 46, 47-ші параграф және де жаттығу осы тақырыптың соңындағы 7-де 3-ші жаттығуды орындап келеміз.